Ассалаумағалейкум, арма қазақ. Қарағандыдан барлығына сәлем. Бүгін әңгімеміз құс шаруашылығы жайлы емес. Бүгін әңгімеміз жалпы қазақылық жайлы болмақ. Қадірменді көрермен, қадірменді қазақ бауыр, егер мені көріп отырған болсаңыз, бұл сөзіме құлақ асыңызшы. Менің айтқым келгені, қазіргі заман ақпараттық технологиялар мен әлеуметтік желілер заманы болғандықтан, еңбектеген баладан бастап еңкейген қарияға дейін дәл осы қалтафонға күні бойы қарап жүреді. Мысалға алып қарасаңыз, бесіктен бел шықпай жатып, балаларымыз телефонға жармасады. Маша и Медведь, Майнкрафт, Синий трактор, тағы басқа түрлі видеолар көреді. Ал сәл есейген балалар жаңағы түрлі басқа тілді мультфильмдер көріп жатады. Одан ересек адамдар, біздің жасымыздағы, бізден үлкен, неше түрлі орыс сериалдар, басқа тілдегі азаматтардың қолдан жасаған нәрселері қазір өте танымал, өте кең тараған. Жаңағы басқа өзімнің байқауым бойынша басқа тілдегі қолдан жасалған самоделки дейді, лайфхак дейді, тағы сол сияқты видеолар көріп жатады. Енді бұдан түйетініміз немене? Бұдан түйетініміз кішкентай баладан бастап ойлау қабілеті орыстанып барады. Бұл үлкен проблема. Қазіргі еліміздегі патриоттердің азаюы, нағыз қазақ азаматтардың азаюы осыдан ба деп ойлаймын. Негізі солай да шығар. Менің айтқым келіп отырған, әрбір қазақпын дейтін, өзінің қазақтығын сыйлайтын, елін сүйетін азамат осы ютубтағы және де басқа әлеуметтік желілердегі ақпараттарды қазақтандыруға өз үлесін қосса, қолынан келгенше қазақ тілді таза қазақша видео салса. Себебі енді өзіңіз де байқап отырған шығарсыз, күні бойы телефоннан, ютубтан, басқа жерден ақпарат қараймыз. Өзімізге бірдеңе керек болса, как сделать это, как сделать то, интернеттен іздейміз барлығын. Сол сияқты біздің балаларымыз, біреудің мысалы қолынан келетін шығар. Мен мысалы өзімнің балама қазақша мультик қоспай емес, қазақша мультфильмдерді қосып берем. 2 минут көреді, 1 минут көреді, лақтырып жібереді. Болды. Ал Маша и Медведьті қосып берсең, күндіз түні қарай беруге болады. Сондықтан сондай қазақ тілдегі сапалы мультфильмдер, анимациялар көбейсе, сапалы қазақ тіліндегі жаңағы лайфхактар көбейсе, сапалы қазақ тіліндегі біреудің қолдан бірдеңе жасауы сияқты, және де басқа ұлттық тақырыптағы ақпараттар барынша көбірек салсақ. Мен мысалы қазақша қарауға тырысамын, бірақ өкінішке орай мен жалпы бір осы құс шаруашылығын бастар кезде де қазақша ақпарат іздедім. Өкінішке орай қазақша табылмады. Мүлдем табылмады. Соған ішім ашып, таза қазақ тіліндегі осы қазақ бауырлар білсін деген каналымды аштым. Күркетауық туралы салып бастадым. Сондықтан лаж болса, соған септіктеріңіз тигізіп көмек қылсаңыздар деймін. Мысалға алып қарасақ, қазір елімізде көптеген проблемалар болып жатыр. Мен саясатқа бойынсұнғым келмейді, бірақ
амалсыздан қарайсың. Елімізді Қытай басып жатыр. Елімізде жаңағы бір жыныстың арасындағы жаңағы қатынастар көбейіп жатыр деген проблемалар бар. Терроризм көбейді деген проблемалар бар. Оның барлығы неден? Оның барлығы жастардың санасы өзгергенінен деген сөз. Сондықтан әрбір қазақтың идеологиясын қалпына келтіруге, дұрыстауға өз үлесін қосса, ойбай қарақтай басып жатыр дейді. Егер біз өз тілімізді, өз дінімізді, өз идеологиямызды сақтасақ, көрші қырғыз елдері ұқсаған патриот болсақ, өз ұлтын сүйгіш бауырларымыз көбейсе, көрші өзбек мемлекеті ұқсаған салт дәстүріне берік болсақ, мысалға әрбір өзбек ағайынның үйіне барсаңыз, олардың үйінде салт дәстүр қатты сақталатыны білініп тұрады. Ал біз қазіргі қазақ жастары батысқа өте көп еліктеп жатырмыз. Ақыл аяғы жаңағы ремонтымызды соларға жақын қылдырып істегіміз келеді. Солар сияқты киінгіміз келеді. Көпшілігі ағылшын тілін үйреніп, басқа тілдерді үйреніп, шет елдерге жұмысқа тұрып кетіп жатыр, оқуға кетіп жатыр. Елімізде университет аз емес қой. Елімізде мүмкіншілік көп. Соны жарайды, ол туралы қазір айтпай-ақ қояйық. Дегенмен ойымды негізі түсінген шығарсың. Айналайын бауырым, ағатайым. Осы видеоны көрген болсаң, осы менің жан айқайыма үлес қосыңыздаршы. Еліміздегі баяғы Кереймен Жәнібек сияқты, Оспан Батыр сияқты патриоттар көбейсе, еліміз неге басқа ұлттың астына кіруі мүмкін? Егер әрбір қазақ өз үлесін осылай болсын қосса, үйде телевизордың алдында пультты ұстап қана басқа шетелдің киноларын көрумен емес, кішкене де бір 15 минуттың арнап осылай қазақ тілді ақпаратты көбейтуге өз үлесін қосса, кішкене ғана еліміздің, біз емес, елімізді дұрыстайтын біздің балаларымыз, немере шөберелеріміз. Егер солардың заманы дұрысталсын десек, ардақты ағайын, үлес қосыңыздар. Бұл менің бұрыннан бері ойлап келе жатқан өзекті мәселем, ұйқымда алатын, мазамды қашыратын осы сұрақ болып тұр. Мен өз баламның өмірі дұрыс болу үшін, өз балам тұратын мемлекет дұрыс болу үшін жанымды салам. Сіздер де өз үлестеріңіз қосыңыздар, көмектесіңіздер. Бүгінгі ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.